Мен Дидар Дәулетұлы және тақырып never. Not сөзінің орнына never атты мезгіл үстеуін қолдануға болады ма? Менің жауабым әрине. Болымсыз сөйлем кезінде not сөзінің орнына never сөзін қолдануға болады. Бірақ never атты мезгіл үстеуі қолданылған болымсыз сөйлем, ол жай болымсыз сөйлемге қарағанда мағынасы біршама өзгерістерге ұшырайды. Мысалға, егер мен тамақ дайындамаймын деген сөйлемді ағылшынша I do not cook деп айтатын болсам, онда мен тамақ дайындамаймын, бірақ тамақ дайындап қалатын кездер болады деген мағынаны меңзеймін. Ал егер I never cook деген сөйлемді қолданатын болсам, онда мен ешқашан тамақ дайындамаймын, тамақ дайындайтын кез болуы мүмкін емес деген мағынаны қамтимын. Сонымен, never мезгіл үстеуі қолданылған болымсыз сөйлем қандай да бір іс-әрекеттің іске асу ықтималдылығы нөлге тең екендігін көрсетеді. Және еш уақытта орын алуы мүмкін емес іс-әрекеттерді сипаттау үшін қолданылады. Осы never мезгіл үстеуі үнемі негізгі етістіктің алдында жүреді, немесе to be етістігінен кейін орналасады. Мысалға, I'm never late. Мен ешқашан кешікпеймін. Екінші мысалы, I never play football. Мен ешқашан футбол ойнамаймын. Бұл мысалда never мезгіл үстеуі am атты to be етістігінен кейін қойылған. Ал бұл мысалда never мезгіл үстеуі play деген негізгі етістіктің алдында орналасқан. Есте сақта, ағылшын тілінде орысша айтқанда екі отрицание қатар келуі мүмкін емес. Егер орыс тілінде я никогда не пью кофе десек, бұл сөйлемде екі отрицание бар. Ол не пью және никогда деген. Ал ағылшын тілінде екі отрицание қатар келуі мүмкін емес. Өйткені, егер біз I do not never drink coffee деп айтатын болсақ, бұл сөйлем қате болады. Олай еш уақытта айтылмайды. Ал мысалға, I never drink coffee десе дұрыс сөйлем шығады. Осы never мезгіл үстеуі мен қатар ағылшын тілінде сұраулы сөйлем кезінде never деген мезгіл үстеуі қолданылады. Егер never мезгіл үстеуі ол никогда деген мағынаны білдіретін болса, ever ол когда-либо деген мағынаны білдіреді. Мысалға, біз біреуге сұрақ қойған кезде орысша Вы когда-либо пьете чай? Do you ever drink tea? Сонымен, ever ол сұрақ қойған кезде, ал never ол болымсыз сөйлем кезінде қолданылады.